Жақында TikTokта Алисадан Пепси сөзі қандай мағына береді деп сұрайтын видеоны көрдім. Бәлкім сіздер де көрдіңіздер. Алисаның жасанды миы әп-сәтте Google көкемнің дәргейіне жығылды. Алиса әпшенің айтуынша, Пепси сөзі pay every pence to save Israel. Қазақшаласақ, әрбір тиынды Израильді сақтап қалуға төле дегенді білдіреді екен. Қызығы, осы тұжырымды әлдебір имамның мешіт мінберінде жамағатқа уағыз арасында айтып отырғанын көріп таң қалдым. Қалайша, ешбір ізденіс тексеріссіз бұлай айта салды екен дедім. Қанша дегенмен діни субъект ретінде бұл ақпаратты таразылап текшелеу керек еді. Одан да сорақысы, діни ортаның бұл мәліметке имандай сенетінін көріп, бұл тақырыптың дереу зерттелу керектігін түсіндім. Хош, сонымен шынайы деректер не дейді? Осы тақырыпта сөз қозғаған түрік журналисті Бурак Бектил бұл сыбыстың алғаш өткен ғасырдың 80-ші жылдары тарағанын айтады. Кейін 90-шы жылы Англияда оқыған шағында қатарлас мұсылмандардан естіпті. The Jewish Chronicle сайты өз репортажында бұл тұжырымның алғаш 80-ші жылдары араб мектептерінде пайда болып, университеттерге тарап, кейін түрік журналистері мен араб медиа алаңдарының құлағына жеткен жазады. Уақыт өте бұл пікірді Хамас өкілдері мен мысырлық діни лидерлер де айта бастаған. Пепси сөзі қандай мағына береді? Пепси сусынын Калеб Брэдхэм есімді америкалық фармацевт ойлап тапқан. PepsiCo ресми сайтындағы мәліметке сүйенсек, сусын алғашында Бред сусыны деп аталған. Калеб жергілікті конкуренттен Pep-Cola атауын сатып алып, кейін оны Pepsi-Cola деп өзгерткен. Тағы бір пікір, Брэдхэм фармацевт болғандықтан сусынының денсаулыққа пайдасы туралы ойланған. Сол үшін сусын құрамына пепсин ферменті мен кола жаңғақтарын қосқан. Бәлкім осы себепті сусынның атауы Пепси деп аталған болуы мүмкін. Өнертапқыш өмірбаянына сүйенсек, бұл пікір шындыққа жанасады. Ең қызығы, Пепси нарыққа 1898 жылы шыққан, ал Израиль мемлекеті арада 50 жыл өткеннен кейін 1948 жылы құрылды. Калеб Брэдхэм еврей отбасында дүниеге келгенімен христиандық пресбитериан шіркеуінің жамағаты болған. Пепси КСРО-ға 1973 жылы келсе, Израильдегі сатылымы 1992 жылы ғана басталған. Жергілікті иудейлік қауымдастықтар жастарды музыка, би және сексуалдық әрекеттер арқылы азғындайды деп наразылық танытқаны себепті біраз уақытқа дейін кошер, яғни еврейлерге халал сертификатын ала алмаған көрінеді. Ал 1973 жылы ақш еврейлері халықты Пепси сатып алмауға шақырып, ашық бойкот жариялаған. Себебі сол уақытта PepsiCo компаниясы КСРО мен Пепси өнімдерін сатуға $1 миллион келісім жасасады. КСРО ол уақытта кеңестік еврейлерді қудалаған еді. Жоғарыдағы ақпараттарды түйіндей келе, мына нәрсеге келеміз. Израиль мен Пепси арасында ешқандай этимологиялық байланыс жоқ. Пепси шыққан уақытта Израиль деген мемлекет мүлдем болмаған. Әрбір тиынды Израильді сақтап қалуға төле түсінігі алғаш арабтарда пайда болған. Пепси авторы христиандық сенімде болған. Пепси Израильге 1992 жылы ғана келген, ал 1973 жылы ақш еврейлері Пепсиге бойкот жариялаған. Пепси атауы Пепсин сөзінен шыққан болуы мүмкін. Осы түйіндерді саралай келе, Пепси туралы қауесетке нүкте қойсақ болады. Мен бұл жазбаны Пепсиді қолдау мақсатында емес, мұсылмандар жалған мәлімет пен көрінген ақпаратқа сене бермесін деген ниетте жаздым. Пессимистік пікір айтар уақытта адамдар, әсіресе діни тұлғалар қырағы болса екен деген тілек қана.